Әнші Алтынай Жорабаева ауыр қайғыға душар болды. Белгілі әнші Алтынай Жорабаева отбасындағы орны толмас қаза туралы әлеуметтік желіде хабарлады. Өнер иесінің қайнысы Әли Тұралыұлы 41 жасқа толуына санаулы күндер қалғанда жол-көлік апатына ұшырап өмірден өтті. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Әншінің жазбасына сүйенсек, қайғылы оқиға 2026 жылдың 14 қаңтарында болған. Әли Тұралыұлы ауыр халде ауруханаға жеткізіліп, 6 күн бойы комада жатқан. Алайда 20 қаңтар күні ол мәңгілік мекеніне аттанған. Қайным Әли Тұралыұлы 41 жасына толуына 4 күн қалғанда жол апатына ұшырап, 6 күн комада жатып, раббысына қайтты. Папамның қасына сен де бардың, жаның жәннатта болсын, деп жазды Алтынай Жорабаева. Жазбада марқұмның әкесінің де өмірден ертерек өткенін меңзейтін жүрек ауыртар сөздер бар. Бұл жағдай желі қолданушыларының жанын тебірентіп, көпшілік өнер иесіне және оның отбасына көңіл айтып жатыр. Марқұм Әли Тұралыұлы 1985 жылы дүниеге келіп, 2026 жылы 20 қаңтарда өмірден өткен. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты оқу өте ауыр. Қайғының жасы да, уақыты да болмайды. Әсіресе адам өмірден ерте кеткенде жүрекке қатты батады. Алтынай Жорабаеваның жазбасынан ананың, отбасының ішкі күйзелісі, жан жарасы анық сезіледі. 41 жас деген әлі талай арман, талай жоспардың жасы ғой. 6 күн комада жатып, жақындарының үміт пен үрей астында күн кешуі кез келген жанға оңай соқпайды. Бұндай сәтте атақта, өнерде, сахнада кейінге шегінеді. Ең алдымен адамдық сезім, жақыныңды жоғалтудың ауырлығы тұрады. Қарапайым адам ретінде біз мұндай хабарды естігенде бір сәтке болса да ойланамыз. Жол апатының артында қаншама тағдыр, қаншама көз жасы қалатынын тағы бір рет түсінеміз. Бұл бір отбасының ғана емес, бәрімізге ортақ қасірет сияқты әсер қалдырады. Сондықтан желідегі жұрттың көңіл айтуы орынды деп санаймын. Ең бастысы марқұмның жаны жәннатта болсын. Артында қалған ағайын туысына, жақындарына сабыр мен күш-қуат берсін деп тілеуден басқа айтарымыз жоқ.